Так, біз общем помпаны жерге түсіріп алдық. Так, қазір мына екі оны болтын шешетін боламыз. Прокладкасы арасынан су жіберген. Так, осының бәріне қайта келмейтін жоқ, қайтадан жинайтын боламыз. Так, помпаның прокладкасын ауыстырғанда есіңізде болсын, мына қара дақты полный ағартып тазаламайынша, қандай герметик жақсаңыз 5%, оның арасынан антифриз әлде болмаса су жіберіп жібереді. Сол есіңізде болсын. Так, помпа бізде жерде шешіп алдық. Қазір прокладкасын ауыстырып, жұқалап герметик жағып обратно жинап салатын боламыз. Так, помпаның прокладкасын ауыстырған кездегі керекті лайфхак. Сіз мына ондық жоғарысында тұрған бір болт, и сосын астындағы бір болт. Осы екеуін осы жақтың прокладкасын ауыстырғанда осы екі болтты помпаның орнына салып, мына 13-12 болтқа әкелген тартып болғаннан кейін ең соңында келіп осы ондықты тартамыз. Ал бірінші егер мына ондықты тартып жүрсеңіз, онда сізде прокладка герметикпен сырғанап, сытылып сыртқа шығып, сол жерден антифриз тасып жіберуі мүмкін. Ондай жағдайлар көп кездескен. Сол үшін мына ондық болт біреуі, и сосын екіншісі мына астындағы. Так, осы екеуін ең соңына қалдырамыз. Так, помпаны орнына салдық, кеттік ендеше ары қарай. Так, помпаны ауыстырып болдық.